Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай донер дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Құрамына керек заттар: қияр, фри, асылған тауық еті, сәбіз салат керек. Лавашымыздың жиегіне осындай соус жағып аламыз. Менде кетчуп, майонез араластырғанмын. Салмасын осылай жиегінен бастап салған дұрыс, өйткені ішіне салған салмамыз шашылып қалмайды және лавашымыз жыртылып кетпейтін болады. Екінші тауық етін саламыз. Осының үстіне қиярымызды саламыз. Қиярымыздың үстіне сәбіз салатын саламыз. Ең үстіне осы фри картошкамызды саламыз. Енді салмамызды осылай видеодағыдай орайтын боламыз лавашымызға. Осы дайын болған донерімізді қызып тұрған сковородкамызға екі жағын осылай қызартып аламыз. Сол кезде сырты қытырлақ, іші сочный болып шығады. Қараңыздар, салмасы мол, дәмді болып шыққан ас болсын.